Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы қағаздан ойыншық жасадық. Жаңа сөздер: қию, қылқалам, ілу, өрнек, бояу. Оқушылар, экранда біз білетін жіктік жалғауы жекеше және көпше түрде. Жекеше түрде бірінші жақта мен қидым, екінші жақта сен қидың, сыпайы түрде сіз қидыңыз, үшінші жақта ол қиды. Дәл сол сияқты мысал: бірінші жақта мен бүктедім, екінші жақта сен бүктедің, сыпайы түрде сіз бүктедіңіз, үшінші жақта ол бүктеді. Көпше түрде бірінші жақта біз жапсырдық, екінші жақта сендер жапсырдыңдар, сыпайы түрде сіздер жапсырдыңыздар, үшінші жақта олар жапсырды. Оқылым, айтылым. Қазір оқушылар мен оқимын, сіздер қайталаңыздар. Қию, бояу, қылқалам. Жарайсыздар. Тыңдалым, айтылым. Бірінші тапсырма: мәтінді тыңда, суретке қарап, мазмұнын айтып бер. Әлібек пен Саша дос. Олар сурет салғанды жақсы көреді. Саша қылқалам шебері болғысы келеді. Олар демалыс күндері бірге ойыншық жасайды. Экранда орысша нұсқасы. Оқылым, екінші тапсырма: мәтінді оқы. Бүгін демалыс. Саша екеуміз қағазға түрлі өрнектердің суретін салдық. Мен қағазды қидым. Саша оны бояды. Өрнектерді желіммен жапсырды. Оны үйге іліп қоямыз. Біз қағаздан әр түрлі ойыншық жасадық. Саша түлкі жасады. Мен оны боядым. Мәтіннің орысша нұсқасы. Жазылым бойынша үшінші тапсырма: сурет бойынша сөйлем құра. Кім не істеді? Жаңа сөздерді қолданып, сурет бойынша сөйлем құрастырып көрейік. Бірінші сөйлем: Анна қайшымен жасыл қағазды қиды. Екінші сөйлем: Әлібек түлкінің суретін қылқаламмен қызыл қоңыр түске бояды. Үшінші сөйлем: Әнел өрнекті желіммен қағазға жапсырды. Айтылым бойынша төртінші тапсырма: диалогты толықтырыңдар. Берілген сұрақтарға жауап берейік. Бүгін қай күн? Бүгін демалыс. Саша мен Әлібек не істеді? Саша мен Әлібек қағаздан ойыншық жасады. Әлібек не істеді? Әлібек қағаз қиды. Саша не істеді? Саша оны бояды. Олар қағаздан қандай ойыншықтар жасады? Олар қағаздан әртүрлі ойыншықтар жасады. Оқылым бойынша алтыншы тапсырма: көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қой. Яғни астында бізде төменде тиісті қосымшалар берілген: д, м, ың. Осы берілген сөйлемдерге осы қосымшалардың біреуін жалғауымыз керек. Жіктік жалғау бойынша. Мысалы: мен қағазды қидым. Сен ойыншық жасадың. Ол түлкіні бояды. Әлібек желіммен жапсырды. Олар қолөнер үйірмесіне қатысады. Міне оқушылар, біз мұнда тиісті қосымшаларды жалғадық. Есте сақта: мен қағаздан ойыншық жасадым. Саша түлкі жасады. Мен түлкіні боядым. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.